Той жасау үшін кредит, үй алайын десең кредит, оқуға түсейін десең кредит, машина алайын десең тағы да кредит. Тіпті емделейін десең де кредит алу керек. Неткен бітпейтін кредиттер бұла? Жалпы кредитсіз өмір сүріп, одан құтылуға бола ма? Және ең бастысы, бізді кредит ала беруге кім мәжбүрлейді? Бүгін осы сұрақтарға жауап беріп, кредиттің шығу тарихы мен неліктен ислам дінінде пайыз немесе процент арам емес екенін айтып береміз. Армысыздар, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Сонымен қарызға батқан қазағым, бізді мұқият тыңдауға дайын болыңыз. Бұл видеодан кейін кредитке деген ойыңыздың өзгерері сөзсіз. Достар, бастамас бұрын үлкен өтініш. Видеоларымызды арнамызға жазылып қарап, пікірлеріңізді аямай қалдыруларыңызды сұраймыз. Бұл әрекеттеріңіз арнамыздың дамуына өте маңызды. Ал бұл қолдауды аз көрсеңіз, төмендегі Каспи Пэй немесе тағы да басқа сілтемелер арқылы қазақ тілді контенттің дамуына қаржылай үлес қоссаңыз болады. Сонымен кредит тарихы кеттік. Кредиттің жай қарыздан айырмашылығы, кредит алушы адам белгілі бір уақыттан кейін қарызын өсіммен қайтаруға міндетті болады. Негізі жай қарыздың өзінде ешқандай проблема жоқ. Қайта қиналып тұрған адамға қарыз беру өте сауапты амал. Ал біреудің мұқтаждығын қолданып, қарызды өсіммен қайта талап ету адалдыққа да, адамгершілікке де жатпайды. Ендеше осындай оңбағандықты кім және қашаннан бері жасап келеді? Негізі адамзат тарихында ең алғашқы кредит, нақтырақ айтқанда өсіммен берілген қарыз, шамамен осыдан 5000 жыл бұрын ежелгі Месопотамия, қазіргі Ирак жерінде саздан жасалған тақтайшаларда рәсімделген. Ол заманда кредиттің сыйақы мөлшерлемесін қазіргідей пайызбен емес, үлеспен немесе бөлшекпен есептейтін. Мысалы, бір дәулетті адам немесе көбінесе сол елдің патшасы пәлен деген адамға егін салу үшін 10 қап бидай береді. Ал ол болса шыққан өнімнен 12 қап қылып қайтаруға міндетті болады. Бұл өнім шыққан жағдайда ғана, ал шықпаса ше? Шықпаса, ол кезде қарызын қайтарылмаған адам бала шағасымен қоса құлдыққа айдалып кетуі әбден мүмкін еді. Ежелгі дәуірдің қарыз беру жүйесі осындай қатаң болатын. Бертін келе, ежелгі Мысыр, Грекия, Рим дәуірлерінде өсімге берілген қарыздың көлемі мен түрлері тек арта береді. Жалпы сол кезден бастап кредит қоғамның айнымас бір бөлігіне айналып, экономика мен билікті мәңгілікке өзгертеді. Асылында христиан дінінде кредитке, яғни қарызды өсіммен беруге тыйым салынған. Мысалы, Інжілде қарызды өсіммен берме деген нақты қағида бар. Себебі ақшадан ақша жасау табиғатқа қайшы және де әділетсіз дейді олар. Алайда сауда, нарық, мемлекет өркендеген сайын орта ғасырлардағы христиан батыс әлемінде кредитсіз даму мүмкін емес болып қалады. Сондықтан да өсіммен қарыз беру немесе қарыз алу арам болса да, Еуропа корольдері мемлекеттік қажеттіліктерін өтеу үшін кредиттің көлемін тек арттыра берсе, Рим папасы бастаған католик шіркеуі жасырын түрде қарызды өсіммен беріп, қазынасын байыта береді. Ал кредитке ресми түрде тыйым салынса, осыншама қаржы операцияларын кім іске асырып отырды? Жауап әрине еврейлер. Себебі иудаизм немесе яхуди дінінде бір еврейдің басқа еврейге өсіммен қарыз беруі арам болса, басқа дін өкіліне, мысалы христианға өсіммен ақша беру әбден болады. Оған қоса христиандар еврейлерді Иисусты, яғни Иса пайғамбарды өлтірді деп айыптап, яхудилерге сауда, ауыл шаруашылығы, әскери немесе мемлекеттік қызмет сияқты көптеген кәсіптермен айналысуға тыйым салады. Осылайша өздерінің табиғи іскерлігімен қоса, жоғарыда айтылған тыйымдардың себебімен Еуропада еврей қауымы кредитпен сауда саласының айнымас делдалдарына айналады. Нәтижесінде бәленің бәрі осы еврейлерден деген ұғыммен кредиттің атасы деген атақ яхудилерге таңбадай басылады. Ал ислам дініне келетін болсақ, асыл дінімізде пайыз немесе процент арам да емес, халал да емес. Бұл жай ғана өлшем бірлігі. Себебі Құранда Алла сауданы адал, өсімді, процент емес, өсімді арам етті деген нақты аят бар. Араб тілінде өсім риба деп аталады. Бұл аятта дәл осы риба сөзі қолданылған. Ал процент грамм, килограмм, километр сияқты жай өлшем бірлігі. Исламда өсімге тыйым салуының негізгі себебі әділетсіз түрде байымай қоғамды, яғни бірінші кезекте дін қарындастарыңды қарыз тұзағына түсірмей қинамау. Сондықтан
Мемлекет құрып, экономика, өнер, білімді дамыту үшін ислам өркениеті сауданы негізге алып отырып, өсімсіз серіктестікке негізделген әділ әрі өте тиімді қаржы модельдерін құрған. Осылайша, еуропалық христиан әлемі орта ғасырлардың қараңғылығына батып жатқанда, экономикасын сауда негізінде өсімсіз дамыта білген ислам әлемі өркендеу кезеңінде болатын. Жалпы, ислам қаржы жүйесін әділ қаржы жүйесі деп атауға болады. Себебі бұл жерде жуандарға әлсіздерді қанап, әділетсіз түрде баюға еш жол берілмейді. Егер сізге де табысыңыз бен кәсібіңіз әділ әрі адал, яғни шариғат талаптарына сай және ең бастысы қауіпсіз болған қаласаңыз, бұл істегі сіздің таптырмас жол серігіңіз Айлат қолданбасын ұсынамыз. Егер сізге құнды қағаз нарығында қандай да бір акция немесе тағы да басқа қаржы құралдарының адал не арам екенін анықтау керек болса, Айлаттың жасанды интеллект негізіндегі скрининг қызметі акцияларды тексеріп, сараптап, сізге нақты жауап береді. Ал егер сізге немесе кәсібіңізге адал қаржы қызметтері керек болса, қатаң тексеруден өткен лицензиясы бар әрі ашық шарттармен істейтін сенімді компаниялардың тізімін осы Айлат қолданбасынан таба аласыз. Алдағы уақытта Айлатта 3 бірдей өте пайдалы құралдар шығады. Біріншісі, ислам қаржы әлеміне тереңдегісі келетіндерге білім беру бөлімі. Екіншісі, табысты тазарту мен зекетті есептеу калькуляторы. Ал үшінші, жоғарыда айтылған бәріне қатысты бүкіл сұрақтарға жауап беріп, сізді бағыттайтын жасанды интеллект кеңесшісінің чаты пайда болады. Жалпы Айлат тек қорқақ ұрандарды ғана төкпей, нақты шешімдерді ұсынатын керемет жоба. Ендеше төмендегі сілтеме арқылы осынау ғажап қолданбаны дереу жүктеп алыңыздар. 14-17 ғасырларда мұсылмандар артта қалып, христиан батыс әлемі озған дәуірді Ренессанс деп атайды. Бұл Еуропада әлі күнге дейін миллиондаған туристерді тартатын әйгілі ғимараттар мен да Винчилердің Мона Лизалары туындаған кезең. Батыс өркениетінің түрлі салаларда бүгінге дейін жалғасып келе жатқан үстемділігінің кепілі болған Ренессанс бір нәрсесіз болуы мүмкін емес еді. Ол өсімде негізделген капитал. Дәл осы кезде әйгілі Флоренция, Венеция, Генуя сынды қала мемлекеттердің қаржыгерлерінің арқасында қазіргі заманауи банк жүйесі қалыптасады. Ренессанстың соңында ағылшындар қарызды өсіммен берудің жаңа кезеңін бастайды. 1694 жылы Франциямен соғысты қаржыландыру үшін білдей Англия банкі құрылып, адамзат тарихында ең алғаш рет мемлекеттік облигациялар жарық көреді. Қысқаша, облигация дегеніміз депозит сияқты. Бірақ оны банк емес, мемлекет не қаржы бір ұйымы шығарады. Англия банкі шығарған облигациялардың сыйақы мөлшерлемесі жылына 8%-ды құрайтын. Яғни сен 1000 фунтқа облигация сатып алсаң, жыл сайын 80 фунт өсім табысын көріп отырасың. Осылайша, Ұлыбритания үкіметі халқының наразылығын тудыратын қосымша салықтарды енгізбей, Франциямен соғысу үшін қаражатын жинап алады. Ал 19 ғасырда индустриалды революция басталып, жаппай заводтар мен фабрикалар, теміржолдар мен телеграф линиялары салынады. Өркениеттің бұндай керемет жемістерін қаржыландыру үшін банктар әлем бойынша жайылып, әр үлкен қалада бірнеше жаңа бөлімшелер ашылады. Себебі бұл кезге таяу батыс әлемі өсіммен қарыз беруден басқа қаржыландырудың өзге тәсілін білмейтін. Еуропа елдері соғыс, өнеркәсіп, ғылым тағы да басқа қажеттіліктерін өтеу үшін осы мемлекеттік облигацияларды белсенді түрде шығара бастайды. Осы кезден бастап қарызды өсіммен беру күнә болудан қалып, ресми түрде әлі күнге дейін мемлекеттік әрі халықаралық қаржы жүйесінің айнымас бөлігі болып келеді. Ал енді біздің дәуірімізде кредит өзінің ұлы тағына отырып, қалайша бүкіл әлемді өзіне бағындырып алған жайлы айтып берейік. 1944 жылы соғыс бітпей тұрып, жеңімпаз елдер Бреттон Вудс конференциясына жиналып, қирап жатқан Еуропа мен әлем экономикасын қайта тұрғызу үшін адамзат тарихын өзгертетін өте маңызды шешім қабылдайды. Бұдан былай ақш доллары әлемдік резервті валютасына, яғни жаһанның ең басты валютасына айналып, қалған валюталар ақш долларына, ал доллар алтынға байланады. Бұл келісім бойынша бір унция, яғни 33 грамм алтынды 35 долларға айырбастауға болатын еді. Тұсауы шешілген ақш үкіметі өсіп жатқан экономикасы мен саудасының шығындарын өтеу үшін алтынмен еш бекітілмеген долларларын ретсіз, ұятсыз басып шығара бастайды. Ақшасы құнсызданып бара жатқанын сезген өзге мемлекеттер ақштан алтынын қайтара бастағанда Американың алтын қоры таусылуға сәл қалады. Сондықтан Ричард Никсон
Долларды алтынға уақытша айырбастауды тоқтатамыз деп бүкіл әлемді алтынға лақтырып кетеді. Әлбетте, бұл уақытша емес, мәңгілікке қалатын шешім екенін бәрі түсінеді. Және осы сәттен бастап доллар ақш пен оның экономикасы әрқашан өсіп дамиды деген сенімнен басқа еш нәрсемен бекітілмеген жай ғана қағазға айналады. Бұл туралы мына жерде сілтемесі шығатын доллар тарихы жайлы видеомызда айтқан болатынбыз. Қарап шығыңыздар, өте қызықты әрі пайдалы ақпарат. Жалпы осы сәттен бастап әлем мемлекеттері бұрынғыдан да көп кредит ала бастайды. Өйткені кредитті жабу үшін ақша жетпей жатса, алтын сияқты нақты нәрсемен бекітілмеген қағаз ақшаларын шығара беруге болады ғой. Осылайша мектеп, жол, ЛРТ, экспо салуға және тағы да басқа нәрселерге мынандай соммада кредиттер алына бастайды. Сондықтан да қазіргі таңда мемлекеттік қарыз деген нәрсе әбден қалыпты жағдайға айналып, өсіммен берілген қарыз әлем экономикасын алға сүйреп келеді. Тіпті кредит болмаса, әлем экономикасы тұрып қалып, дағдарысқа ұшырайтыны сөзсіз. Өз кезегінде қарапайым халық та мемлекеттерден қалыспай үйді, көлікті, оқуды, айфонды, тіпті 5000 теңгелік курстарды осы несиеге алып тастайды. Сен енді жай адам емессің, енді сен қарыз жүйесінің айнымас бөлігісің. Сондықтан да жер жүзінде жасалған әрбір жаңа доллар көбінесе бизнестен түскен табыс ретінде емес, қарызға берілген өсім ретінде жасалады. Себебі адамдар бір несиені жабу үшін келесі одан да көп кредит алуға мәжбүр болып жүр. Біздің елде әзірше кредитсіз өмір сүруге болады, ал кредит жүйесі өте қатты дамыған ақшта кредитсіз өмір сүру өте қиын. Мысалы, ақшта үй немесе көлікті жалға алғың келсе, ең алдымен сенің кредиттік тарихыңа қарайды. Егер бұрын мүлдем кредит алмасаң, немесе оны уақытылы жаппаған болсаң, ақшта кез келген нәрсеге бірнеше есе артық төлейсің. Одан қалды әлеуметтік желілер, кино, жарнама, тағы да басқа жолдармен бизнес пен қаржы жүйесі сені міндетті түрде бақытты қылатын нәрселерді кредит арқылы алуға итермелейді. Көршің секілді жаңа көлік не үй алғың келе ма? Бәлкім Балиға немесе Дубайға қыдырғың келетін шығар. Ақшаң жоқ па? Проблема жоқ. Бізге келді, кредитке бәрін сатып ал деген нәпсіге өте жағымды осындай жылтыраған жарнамалардың алдауымен бүкіл адамзат қаржылық тұзаққа түсіп келеді. Кредиттен құтылу үшін ең әуелі оны мүлдем алмау керек. Бұл бір түрлі естілуі мүмкін, дегенмен де кредит алғанда бұл тегін ақша емес екенін, және ол қарызды ертең өсіммен қайтаратыныңызды нақты түсініп алу керек. Яғни кредит сізге емес, кредиторға, яғни кредит беруші адамға ғана тиімді. Кредитке жоламаудың бірден бір жолы өзіңді өзгелермен салыстырмау. Өйткені бәленің бәрі осыдан басылады. Инстаграм жұлдыздары секілді бақытты өмір сүргің келеді ғой. Немесе өміріңде бір-ақ рет келетін бұл керемет мүмкіндікті өткізіп алмай, дәл қазір кредитке ал деген алдауларға түсіп қалмаңыз. Бұл өтірік. Жалпы ең әуелі нәпсі мен ішкі қорқыныштарының жетегінде жүргендер кредиттің бірінші құрбандары болады. Және қарызға кірмеудің ең басты ережесі шығыныңыз табысыңыздан аспау қажет. Бұл өте қарапайым, алайда жылтыраған бұл дүниеде бұл ережені ұстану өте қиын. Ал енді кредитті өкінішке орай алып қойған болсаңыз, бірінші кезекте ескі кредитті жабу үшін немесе тағы да басқа мақсаттарда жаңа кредит алушы болмаңыз. Сосын барлық қарыздарыңыздың тізімін жазып, нақты төлем жоспарын құрыңыз. Бұл қаржылық мақсатты айқындауға көмектеседі. Ал нақты мақсат болса, оған жету де әлдеқайда оңай болады. Кредиттің бір жақсы жері, оны жабу үшін барыңды салып, жаңа табыс көздерін іздейсің. Дегенмен, бүкіл табысыңызды не оның жартысын кредитті жабу үшін жұмсамаңыз. Әйтпесе, тез шаршап, ақша табуға деген мотивацияңыз жоғалып кетуі мүмкін. Және ең бастысы, Құдайдан жәрдем тілеп, енді кредит деген бәлеге ешқашан жоламауға серт беріңіз. Негізі, қазіргі кредит ол орта ғасырлардағы болған құлдықтың жаңа үлгісі. Алайда ол кезге қарағанда қазір бұл құлдықтан құтылу әлдеқайда оңай. Ол үшін өзіңді өзгелермен салыстырмай, өмірлік мақсаттарыңды айқындап, нәпсіге ерік бермей, нақты жоспармен өмір сүру керек. Бүгінге осы, әдеттегідей видеомыз өтсе, арнаға жазылып, пікірлеріңізді аямаңыздар. Ал ерекше жомарт жандар төмендегі Каспи-Пэй сілтемесі арқылы бізді қаржылай қолдаса болады. Бүгінге осы, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Келесі көріскенше бар болыңыздар.